Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Мен оппозициямын деп жүргендер іліп алды ол ақпаратты. Мынандай әңгіме шықты. Дариға Назарбаева мына Қасым-Жомарт Тоқаевты жамандату үшін Әбіләзовке 500 миллион деді ғой деймін. Доллар төлепті. Әбіләзов осы Қазақстанның ішіндегі жүрген біраз блогерлердің түгелін сатып апты деді. Сөйдеп әңгіме шығарды. Сол кезде мен өз басым сенгем жоқпын. Егер 500 миллион доллар болатын болса, Әбіләзов су тегін екен деп. Бірақ осы ақпаратты көп таратты. Думан. Дариға Назарбаева сізге ақша төледі ме? Соны айтыңызшы. Думан, өзіңіз ойлап көріңізші. Менің бизнес тартылмағанда, менің бизнесім сол кезде аз болғанда оның бағасы 20 миллиард доллар болған. Сол кезде. 2008 жылда. Сол кезде мен өзім 20 миллиард деген қай жерде шықты. Лондонда менде судья сұрады. Сіз өзіңіз бизнес санағанда ол бағасы қанша болады деп менен сұраған. Мен оған айтқам. Сол кезде менің бизнесім 20 миллиард доллар тұрады деп сол айтқам. Енді өзіңіз ойлап көріңізші. Мен не қылам, анау Дариға Назарбаевтан 500 миллион доллар алып, жаңағы сол 21 жылдан билікпен күресіп, арасында бағасы 20 миллиард доллар бизнесті жоғалтып алып, содан кейін Дариға Назарбаевтан 500 миллион доллар алам деп. Содан кейін тағы біраз біздің еліміз білу керек. Ол ақшаны берем дегенде оны аламайсың. Менде счетым жоқ. Оны қай жерде тығатын жері жоқ. Қазір заман сондай, оны ешқайда тығамайсың. 1 миллион долларда оған біраз жұмыс жасау керек тығуға. Сонымен біздің халық білу керек. Сол жағын. Екіншіден, Назарбаевтың семьясы, өзі Назарбаев, Дариға, олар менің жауым. Жауым болғанда тек қана мен емес, қазақтардың біздің еліміздің жауы. Менің де жоқ. Мен түрмеде отырып, соның бәрін жоғалтып, сонша жыл күресіп, не боптым енді 21 жыл солармен күресіп, содан кейін арасында маған 500 миллион доллар берді. Сендер провокациямен бірге жұмыс жасаймын дегенде, ол не бопты? Онда не үшін осы 20 жыл мен күресіп жүрмін? Ойлап көріңізші. Шынымен күлкілі бизнесін тартып алған адамға өзі барып сатылыпты деген. Енді қалай ойлайсыз, кім шығарды бұл әңгімені? Нұрсұлтан Назарбаевтың сценарийі ме, жоқ ұлттық қауіпсіздік комитетінің шығарған сценарийі ме? Назарбаев ондай жұмыспен араласпайды. КНБшниктер отырады ғой ол. Мұхтар Әбіләзовты күшін төмендірек жіберейік, халықты алдайық деп шығарып жатыр ғой. Алдымен кім Жанна Боты деген шығады, анау кім Кәрім Мәсіпбекке жұмыс жасайды деп, содан кейін видеоны шығарып, кешірім сұрады деген. Жарайды, кешірім сұрады Мұхтар Әбіләзов, жарайды, 2003 жылда. Оның арасында, 2003 жылдың арасында қазіргі заманға дейін Мұхтар Әбіләзов билікке сатылды ма? Ал күресіп жүр ма? Сондай сұрақтардың көбісі, біраз адамдар бар, оның миы жетпей жатыр. Мынаны көретті, басқа жағын ойламайды. Сонымен оны шығарып жүрген билік Мұхтар Әбіләзовтың жаңа митингке шақырғанда бармасын деп, содан кейін өтірік оппозиция адамдарды шығарады, Қажыгелдин болса, басқа адамдарды арасында шығып қояды. Содан кейін өзіңіз білесіз, космонавт біздің Талғат Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіров. Онда біраз адамдар сеніп жүрді ғой. Мен түрмеде шығып 2017 жылда былай айтқам, ол сатқын. Тоқтар Әубәкіров сатқын. Содан кейін маған не деп жазды? Ой, сен ғана оппозиция, сен айтқан сөзің дұрыс емес, біз олай ойламаймыз. Сізді жаңа мен басқа туралы айтып жатқанда, жоқ, мен оны естігім келмейді деп шықтыңыз ғой. Біздің қазақтарда солай айтты. Содан кейін осы биыл қаңтар айында не деді Тоқтар Әубәкіров? Біз қазақтарды атамаймыз, біз жаңа біздің достарымызды, орыстарды шақырайық, атсын деп. Солай шықты ғой. Енді біздің қазақтар сенетін болды менің сөзіме. Тоқтар Әубәкіров ол сатқын. Оның арасында мен айтқанда маған сенген жоқ. Көрдіңіз ғой қалай болып жатыр? Осындай адамдар, Тоқтар Әубәкіров, арасында Ринат Зайытов. Ринат Зайытовты біздің қазақтарда, біздің жаңа ақын деп шығып жатыр ғой. Бәрібір содан кейін билік оған Алматының театрында несін берді ғой жұмысын. Біраз, сен сатқын деп шықты, басқалары
екінші рет ол не біраз өлең айтқанда билік критикаға салып, о жоқ, ол Ринат Зайытов күшті жігіт, ол оппозиция деп шықты ғой. Көрдіңіз ба? Халық түсінбей жатыр. Оған біз жұмыс жасауымыз керек. Осындай жұмыс жасап, қазіргі тікелей эфир жасап, түсіндіріп, содан кейін ертең бәрібір биыл шықпайтын шығар. Келесі жылда осы бәрібір шығады. 23 жылда шығады бәрібір. Шыққанда ашық көзімен халық шығу керек, түсіну керек, кім сатқын, кіммен бірге жұмыс істеуге керек, кімге сену керек. Сондай жұмыс жасау керек. Сіз айтып жатырсыз, диванный комментатор деп. Жоқ, алдымен халықтың сезімі болу керек, түсіну керек, сауатты болу керек. Сондан кейін ертең біз шақырғанда яшық құрып, бізбен бірге бірігіп, олар түсінеді, неге бірігу керек, неге яшық керек. Жай Мұхтар Әбіләзов болсын, басқа митингке шақырғанда одан түк шықпайды. Солардың өзіңіз айтып жатсыз, көшбасшысы болу керек. Әр қалада, әр жерде солардың лидерлері болу керек. Оларды лидер болғанда қазір лидер боламайды. Олар қазір мысалы біреу мен лидер болам деп шықса, оны жауып тастайды. Осы қазіргі системада мына жүйеде ешқандай көшбасшы Қазақстанда боламайды. Түрмеге отырып қояды. Сол үшін оныңыз рас. Лидер болам деп емейік, жай билікке бір кішкене қаттырақ басып айтып жіберсең, оның өзінде апарып қамап тастайды. Енді менде мынандай бір сұрақ туындайды, Мұхтар Қабылұлы. Жақсы, сізден басқасы Жасарал Қуанышәлин, екеуіңізден басқасының барлығы жарайды, клоун дедік. Жоқ, екеуінен басқа емес. Сіз Қазақстанда кім бар екен деп сұрап жатырсыз, мен айтып жатырмын. Оппозиция деп кім санағанда басқа адамдар мүмкін бар шығар, мүмкін дегенде олар әлі шыққан жоқ. Енді мен танитын, мен саясаткермін деп жүрген азаматтардың бәрін істен алғысы тастап. Саясаткер болғанда оның артында ұйым болу керек. Адамдар жиналу керек. Өз адам емес, өзім жаңа критикаға салғанда ол оппозиция емес, ол жай диссидент деуге болу керек. Орысша айтқанда противник режима, критик режима деген. Ол оппозиция емес. Оппозиция дегенде халықты жинап, бірге. Оппозиция дегенде мына билікті құлатам дегенде ол оппозиция. Жай критикаға айтқанда арасында біраз адамдар бар ғой, мына билік жаман, критикаға салады, ол жеткілікті емес. Оппозиция болғанда халықты жинап, бір организация ұйымдастырып, халықты бірге жинап, соны программалар болу керек. Программа болғанда біз жаңа билікті құлатамыз, солардың орнына келеміз деген сондай сөз болғанда, программа болғанда, ол оппозиция. Жай мен билікке қарсымын деген ол оппозиция емес. Онда адамдар аз емес.